Тәрбие, соның ішінде теріс ағым мәселесі. Теріс ағымдардың біздің тәрбиемізге, құндылықтарымызға деген әсері, сол жөнінде айтып берсеңіз. Енді теріс ағымда қалып жатқан жоқ. Оны әлеуметтік желіден көріп отырмыз. Кейбірде осы жаңағы мемлекетке қарсы, діни басқармаға қарсы, дұрыс азаматтарға қарсы неше түрлі айтып жатқанын көріп отырмыз ғой. Сондықтан енді бұл арада енді айтылып жатыр ғой, заңмен тыйым салу керек теріс ағымдарға деген. Тыйым салуды заңмен керек шығар, бірақ та адамның ішкі дүниесіне, ішкі ой сезіміне сен ешқашан ол тыйым сала алмайсың. Кез келген заңмен де сен оны абақтыға қамап қойсаң да, ол бір өзінің егер ойында, түйсігінде жаңағы жат ағымның несі сіңіп кетсе, сондықтан да идеологиясы, сондықтан да жаңағы біз бірте-бірте жұмыс жүргізіп жатқандығымыз, қазір мықты теологтар дайындалып жатыр республикада діни ағымдарға қарсы күрес жұмыстарын. Енді шын айтқанда қазір әлгі кей жағдайда мектептерге орамал тартып болуға бола ма деген, болмай ма деген сияқты мәселеде біздің қоғамда ушықты. Мысалы батыс облыстарында одан қалды көшеде жаңа қара жамылып киініп жүру, оған да мен қарсымын. Мысалы өзіміздің осы шын айтқанда біздің әке-шешелеріміз, біздің аталарымыз, әжелеріміз айғайламай-ақ мұсылман болып өтеді. Айғайламай-ақ, кеуделерін ұрмай-ақ, осы ешкімге соғыспай-ақ 5 уақыт намаздарын оқып, таза қалпымен дәреттерін алып, сондай бір өздерінің жеке басының ұстанымымен өзі бізді тәрбиелейтінді. Қазір өзі жаңа кеуде қағу, бір-бірін беттен алу, сенікі дұрыс емес деу, сенікі оң, сенікі сол деген сияқты қоғамды бірнеше пікірге жарып жатқан саясаттан біз аулақ болуымыз керек. Ол енді мен ойлаймын, бұл арада президенттің бір айтқан сөзі бар, бәрімізге де сабыр керек, ұстамдылық керек деген сияқты. Кеше мен академик Лихачевтың 92 жылы сөйлеген сөзін орысшасын әлеуметтік желіге таратып жүр, сонда айтады. Бізде прогресс ілгері келе жатыр дейді. Бірақ адамның мәдениеті төмен қалып келе жатыр дейді. Егер біз осы мәдениетімізді дұрыстай алмасақ, ертең адамзат 21-ші ғасырда дейді. Бұл 21-ші ғасырда дейді. Қалтасына дейді, жасанды атом бомбасын салып алып террористер шығуы мүмкін дейді. Қауіпті дейді. Мәдениет деген. Соған міне келе жатырмыз ғой. Қазіргі заманда соғыс ашу деген, қазіргі заманда текетірес жасау деген ол адамзаттың ақылына сыймайтын дүние. Сондықтан жаңа біздің президентіміздің ақыл, сабыр, ұстамдылық керек деген осы. Сондықтан ең бірінші адамның ниетін түзеу керек. Заман бұзылған жоқ, ниет бұзылды.